Сәлем достар, сіздермен Назира Бексұлтан, каналыма жазылыңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ тертый пирогын жасаймыз. Ең алдымен менде май тоңазытқышта қатып тұрғандықтан сәл ғана ертіп алдым газға. Бұл тертый пирогта біз жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. Жұмыртқаның сарысына жарты стақан қант және ертілген майымызды құйып араластырамыз. Содан кейін 3 стақан ұн қопсытқыш салып жақсылап илеп араластырамыз. Қамырымызды жақсылап илейміз. Қамыр тез қату үшін бірнеше бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Бір сағаттан соң қамырды тертыдан өткіземіз. Қамырымызды жайып, ортаңғы салмасына джем саламыз. Джем болмаса кез келген қою варенье немесе повидло салуға болады. Енді қалған екінші бөлік қамырымызды тағы да тертыдан өткізіп, үстіңгі бөлігіне жайып шығамыз. Бұл пирогты 180 градуста 45-50 минут пісіреміз. Видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.